жүрегінен жазса. Шықпағанда қайда барады. Қандай ақын болса да жәнегідей сағыныш, аңсау, соның бәрі тұр ғой, тұр. Сондай өмірден өттік қой, не? Енді кімнің қандай ойы бар, не істейік, не қояйық? Жақсы, енді бүгінгі күн жәнегі жақсы отырыс болып жатыр. Соның ішінде жәнегі жақсы ойларыңызды айтып жатсыз. Жақсы қартаюдың бізде қазіргі уақытта біз осы Гүлбаршын Тұрманқызын танитынымызға енді бір 15 жылдай уақыт болды осы кісімен араласып жүргенімізге. Сол әріптес ретінде жәнегі үлкен алдындағы апам ретінде сыйласып жүрміз. Сол сыйластығымыз бір күні біздің қарттар үйіне баруға себепші болдық. Сол қарттар үйіне барғанда үлкен тебіреністе болдық. Сон қарттар үйіндегі біздің енді қазақтар көп екен, аналарымыз бен аталарымыз. Сосын кейін сол жерде сұхбат алдық, қарттар үй туралы жаздық, әрі тақырыпты әңгімелер болды. Одан кейін бізді дастарханға шақырды, және қарттар үйінде журналист болғаннан кейін тыныс тіршілігімен таныстырғысы келді ма, енді директорлер өзі солай бізге бағдар берді. Енді астан үлкен емес, бізде отырдық, жайғастық. Сол кезде бәріміз отырып қойғанбыз, сырттан бір үлкен ақсақал келді. Мен атып бір орнымды бердім. Сөйтіп бәрі таң қалды. Мен қонақ. О кісі күнделікті қарттар үйінің тұрғыны. О кісілердің жүрегінде, о кісілердің түсінігінде сол да, менің түсінігімде қазақтың бір қариясы ғой. Кеше о кісі қандай болды, бір Алла біледі. Содан кейін қатты жүрегім ауырды. Мен айттым, мейлі, біз журналистерміз төрде отырған. Мына кісі соған орын берді. Мейлі, ұл мен қызынан сый көрмесін. Ал бір қазақпыз ғой, бір-бірімізді сыйламасақ. Бір минут болсын, бір секунд болса да ол кісіге бір махаббат керек қой, кішіліктен. Мен төрге отырғызып орынды бердім. Отырдық. Қайттық, соны әңгімелесіп қайттық. Одан кейінгі уақытта жәнегі осы Гүлбаршын Орқанқызының жәнегі осы ойы маған әрбір кезде біз өзі көп кездесе бермейміз. Әркім енді күнделікті тіршілікпен бір кездескен кезде бұл кісі айтты, мен жақсы қартаю туралы бір кітап жазғым келеді. Жақсы қартаю туралы бір орталық ашқым келеді, халықпен жұмыс жасағым келеді. Мен айттым, сіздің ойыңыз жақсы дедім. Жасайық, бірақ жәнегі деп ойладым. Сосын кейін бұл кісіден енді әр дүниені бастамас бұрын әркімнің өзінің жәнегі алып кете ала ма, кетпей ма, ол енді мен бұл кісіге сыншы емеспін ғой, бұл кісіден қаншама жасым кіші, тәжірибелік жағынан да. Сосын мен бұл кісінің жәнегі бұл жақсы қартаюдың ұстазы бола білетіндігіне мен көзім жетті. Өйткені бұл кісі 75-те еңсерген жасында бір күні маған келіп, жәнек екеуміз ағылшын тілінің курсына барайық. Мен басында енді жұмыс басты болып отырып, осы уақытты көп еріп жүрген апамай дедім. Ішімден енді ол терең ойға бармайсың ғой, өз ойыңдағы. Сосын кейін тұрып мен қалжыңдап айттым, сізге ағылшын тілі не керегі бар деп. Сөйтсем бұл кісі айтты, мен үйде немерелеріммен ағылшынша сөйлесуім керек. Мен немерелеріммен бірге жетілуім керек. Мен әжеме әже төрде отырған бір кейуан емес. Мен сол немеремен немереше сөйлесіп, баламен балаша, данамен дана, баламен балаша сөйлесем деген сөз маған қатты ұнады. Одан кейін мен өзі тұла бойымнан осы кішкене толықтауым бір күн айтады, қара жорғаға қарай. Мен айттым, енді қара жорға не керек енді сізге десем, бұл кісі буындарына бәріне жақсы ғой енді, қозғалыс күнделікті. Содан кейін мен өзім ойлап отырдым да, бұл кісінің жәнегі жақсы қартаюға, жәнегі әрі жастар болсын. Бұл жерде жақсы қартаю бір жас ерекшелігін шектеп алудың қажет жоқ сияқты. Жақсы қартаюдан біз бүгінгі жас ертеңгі қарт. Ол жақсы қартаю қазіргі күннен әке шешесін сыйлап, қазіргі күннен ертең мен осы күнде болам дегенді қазірден түсінуіміз керек жастар. Сол себептен біздің жәнегі Гүлбаршын Орқанқызының бастамасы өте жақсы. Мен бұған себепкерші болып, маған жәнегі
жобаны жазайын дегенге мен кішкене уақытым болмады, бірақ мойындаймын. Енді осы бастап жатқан ісіңізге сәттілік. Енді Және өзі көмекші, менің орынбасарым. Болдығыз Баймұрат Ұйымдастырушы. жәнегі біздің Мына кісі апамыз. үйлестіруші. Қазір енді қаншама еңбек жасаған Идеологы. бүгінгі таңда мысалы осы 70-тен асса да Сіздер қазақ қыздарының ақылдастар ішінде алқасы. кәсіпкер мысалы Мен қонақпын ғой. кәсіпкер ретінде бұл кісіде және өзі жұмысын дөңгеленіп жүрген қыздардың бірі мысалы бұл кісіде айтар ойы керемет деймін. Енді жәнегі Шолпан Байғалы апамызда енді бұл кісіде қазір зейнеткер журналист мысалы жазу недері кітаптар, том кітаптар бұл кісіде орны ерекше. Сонымен қатар мына Сайраш Әбішқызы апамыздың да бағанан бері тура айтқан әрбір сөздері орны ой бар алатындай үлкен тағылымды әңгіме дүкен құрып жатыр. Енді сіздің біздің бұлындай сіздердің әлгі тастың асылындай сіздерді жинап алып отырған Гүлбаршын Орқанқызының да өзінің көрегенділігі ғой. Енді сіздерді қаншама адамдар бар, соның ішінен сайдың тасындай қылып сіздерді таңдап отырған. Сана Павлодардан келіп отыр. Иә, сіз мысалы Павлодар қаласынан келіп отырсыз. Сонда енді бұл кісі кім Гүлбаршын Орқанқызының өзінің білімі бар, білігі бар, осы жақсы қартайып, осы жасқа жақсы жетіп отырған. Қараңыз, шаш десе мынау қажыға барып келген. Мысалы бұл кісінің өзінің бойынан бүкіл нәрсені көруге болады. Жақсы ана, жақсы әже, қажылыққа барған, жақсы сөйлей алады, жақсы бүкіл өзінің бойында тұнып тұрған дүние енді қалыпқа бергісі келеді. Сіздерді жәнегі осы жәнегі Дан апа тағылым орталығына мүшелікке шақырып отыр ғой. Енді осы мүшелікке сіздер еніп, ары қарай осы жұмысымызды жақсы ары қарай жүргізіп, өзіміздің білгенімізбен, жастармен, өзіміз жәнегі үлкен адамдармен, бізде үлкен адамдар көбінде шектеліп қалды, қазір жасыратын жоқ. Осы енді ұзаққа бармай қояқ, күнделікті көріп жүрген Астанада әрбір жас 2 жұмыс, 3 жұмыс жасамаса, бұл қалада өмір сүру оңай емес. Ал үйдегі отырған әжелерге, аталарына ол кісілердің қарайтын мүлде уақыты жоқ. Ол кісілер төрт қабырғаға таңылып отыр. Сол кісілерді біз ортаға шығарып, бірге концерттерге барып, бірге